Англияға не документ керек, қанша ақша кетеді. Өткенде осы туралы мен орысша жазған, бірақ көбісі енді қазақша сұрап жатқаннан болғанда жауап берген дұрыс. Енді қараңыздар, жалпы Ұлыбританияға жұмысқа бару үшін сіздер ресми сайттарды толтырасыздар. Қазір ашық тұрған ресми сайттар ол Агропрактика толтыру үшін, AgriHR және Конкордиясы. Осы үш сайтты толтыру барысында сіздің загранпаспортыңыз керек, сосын сіздің істеп тұрған Gmail почтаңыз керек, мүмкіндігінше gmail.com почтаны қолдансаңыздар дұрыс негізі. Енді әр сайтта жалпы әртүрлі құжат керек болады, но бірақ тек қана AgriHR-да сізден сотталмаған справка, 075U мед анықтамаңыз, селфи фотоңыз, сосын загранпаспорттың фотосы керек болады. Қалған сайттарда сол загранпаспортыңыз және сол Gmail почтаңыз ғана керек болады. И агропрактикада фото селфиді де сақтау керек анкетада. Онсыз оны қарастырмайды. Жалпы осындай ғана құжаттар керек. Ал қанша ақша кетеді? Визовый сбор осы жылы $446. Егер Алматыда визовый центрдан өтетін болсаңыздар, ол жерде бесплатный окошко күндері бар, яғни тегін өтесіз. Ал Астанада қай күні барсаңызда 76 фунт ол приемға ұсталады, биометрияға жазылу үшін. Сондықтан оны да ескеріңіздер, бұл да шығын және баратын қайтатын билеттеріңіз. Енді қыста баратындардың билеттері ылғи арзан болады, олар ертерек бару қайту билеттерін алады, сол кезде арзанға шығады. Ал көктемде, жазда нағыз сезон қайнап тұрған кезде, яғни сезон деп полиядағы жұмыстарды айтып тұрмын, қайнап тұрған кезде билеттер әрине бір бағыттың өзіне 250 мыңға дейін шығады. Енді ол әркімнің талғамына байланысты. Біреу комфортпен барғанын айтады, біреуі мен құсап Pegasus арзан рейспен жүрсе, ол арзанға шығады. 2026 жылға Pegasus рейсіне мен барғанға 52 мың теңге 20 килограмм багажымен билет алдым. Ал қайтқанға менікі 135 мыңға шықты. Сондықтан да, яғни бұл баратын кездеріңізге де байланысты билеттердің өзі бағасы көтеріліп, либо түсіп отырады. Оны да қарап отырғандарыңыз жөн. Ең арзан билетті вторниктен средаға қараған түні қарауға болады, немесе жұма кешкі сағат 9-дан бастап қарауға болады. Осындай жалпы жаңалықтар бар. Барлықтарыңызға сәттілік.